кешерде келемін саған, жұлдыздар жымыңдасқан, бақ тілеп қарап тұрғандай. Қайырлы таң, қазақ елі. Битан Сайдарының бүгінгі кейіпкері бойына бірнеше өнерді жиған талантты өнерпаз Бексұлтан Барат. Бексұлтан, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Өнеріңіз өрлей берсін. Жалпы сізді бұл өнерге алып келген, ән өнерін алып келген қандай күш? Мені бұл өнерге алып келген үлкен күш ол анам деп есептеймін. Өйткені мен бала кезімнен өнерге баулыған ол анам. Алғаш мектеп қабырғасында бірінші сыныпта анам бір жақсы ән үйретіп, сол әнмен мен сахнаға алып шыққан. Содан бері осы өнер айдында келе жатырмын. Бексұлтан Барат ең әуелі кәсіби журналист, шертпелі аспаптардың құлағында ойнайды, ал даусының бояуы ерекше. 18 жасында ислам мемлекеттері жасөспірімдерінің арасында азан шақыру байқауында жүлделі 2-ші орынды иеленген. Мен негізі өнер айдынына қосылмас бұрын жаңағы мешітте діни тәрбие, діни білім алғам. Сол мешітте діни білім алу барысында енді өнерге қатысымыз болғандықтан азан шақырудан бізде жарыстар болатын, үлкен сайыстар. Сол сайыстарда жаңағы аудандық, облыстық және республикалық байқауларда жүлделі орындарға ие болдым. Соның бір үлкен жемісі Түркия елінде, Анкара қаласында азан шақырудан үлкен жасөспірімдер арасында сайыс болды. Сол сайыста жүлделі 2-ші орынға ие болдым. Ол да болса бір менің жаңағы дауысымды көрсететін, сонымен қатар осы өнерге деген бір сүйіспеншілігімнің бір дәлелі деп ойлаймын. Сахнаға шыққанына көп бола қоймаған Бексұлтан эстрададағы рекордты жаңартты деуге негіз бар. 3 айдың ішінде 10-ға жуық ән жазып, тыңдармандарға тарту жасады. Басты ерекшелігі жанды дауысты ән шырқап, эстрадалық әннен бөлек халық әндері мен жыр термелерді нақышына келтіре орындайды. Дүние қызыл жасылды, сан ұрпақ саған бас ұрды, толқында толқын қазақтың топырақ жүзін жасырды. Өткізіп қилы ғасырды, ырысың жатқа шашылды, тау менен тасқа соқтым мен халқым деп, ғазиз басым деп. Қазір бүкіл қазақ ән өнеріндегі әншілер дайындап жүрген вокал жағынан Лиза Ахметқызы деген кісіден уже 5-6 ай болды, сол кісіден сабақ алып жүр. Сонымен қатар әннің сөздерін Ершат Қайболдин, Қалқаман Сарин, Еркебұлан Кенехан сынды ақын бауырларымыз, ағаларымыз жазып жатыр. Енді қазір айтатын болсақ, нақты бір маусымның ішінде бір 10-ға жуық әндер жазып үлгердік. Бексұлтан қазір қайырымдылық кештеріне қатысып, үлкен концерт пен гастрольге дайындалып жүр. Сондай-ақ «Менікі боласың» әніне бейнебаян түсіру жұмыстары басталып кетіпті. Мен барда лаулап жанасың, мен жоқта жаурап қаласың. Сен мені сол қылығыңмен қарындас баурап барасың. Сен де бақытта бір мұнан мен үшін, шаттығыма өзің куәгерімсің. Жылы сөзіңді бер ерке қарындас, таңдаған тағдырыма сыңарым сесің.